Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Қаламқас. Бүгін сіздермен осылай керемет ыстық нан мен қолдың сармайынан, мыжыманнан, яғни өте дәмді тағамның рецептімен бөлісемін. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп өтіңіздер. Алдымен ашытылған қамырларымызды бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Мен қамыр ашу барысын сіздерге түсірмедім. Бізге ең бастысы ыстық нан қажет болғандықтан нанның жасалу жолдарын ғана көрсеттім бұл видеода. Алдымен нандарымызды осылай дөңгелек формаға келтіріп алып, табамызға жайғастырып аламыз. Жайып қызып тұрған пеште 180 градуста 40-45 минутта пісіріп аламыз. Мінекей нанымыз пісіп шықты. Ыстықтай ыдысымызға нандарымызды ұсақтап, майдалап, қолымызбен үзіп тураймыз. Менде кішкене ыстықтау болып тұрғандықтан қолым күйіңкіреп жатыр. Негізі ыстықтай тураған дұрыс, сонда өте дәмді болып шығады. Осылай нандарымыздың барлығын турап шығамыз. Бұл тағамның атауы да ерекше, яғни мыжыман нан деп аталады. Ертеде қазақ халқында үйге асығыста қонақ келгенде осы тіске басарды дайындап беретін болған, яғни жасалуы тез болады, көп уақытты алмайды. Негізі қазақ халқында үйге қонақ келгенде қой сойылып, соғым сойылып жасалынатын болған, ал егер асығыс қонақ келгенде осы тағамды дереу жасап беретін болған. Негізі бұны таба нанға немесе тандыр нанға жасаған өте әдемі болып шығады. Енді біз қолымызда барымен, яғни осындай пеште пісірілген нанда да жасауға болады. Бастысы ыстық нан болу қажет. Турап болған соң үстіне сары майымызды салып, қолымыздың көмегімен жақсылап араластырамыз. Мұжып, яғни майымыз нанымызға сіңуі қажет. Менде кішкене аздау болып қалды, тағы да май қосып, тағы да араластырып аламыз. Енді көз мөлшерімен жасап жатырмын, үйдегі адамдардың санына қарай. Сіздер осы рецепті екі еселеп немесе дәл осы рецептпен осындай көлемде жасауға болады. Мінекей мыжыман нанымыз дайын болды. Енді ыдысымызға салып, дастарханымызға ұсынсақ болады. Өте дәмді болып шығады. Енді ыстықтай жеген жақсы болады. Қолдың майы болғандықтан керемет болып шықты. Егер қалада тұратын болсаңыздар, қолдың майы жоқ болса, дүкеннің 82% майымен жасауға да болады. Мінекей дайын болып шықты. Сіздерді дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз рахмет. Сіздермен болған Қаламқас. Видеом ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркеліп өтіңіз.